Армысыз көрермен, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Чимкентте 3 ай азаматтық некеде болған, ажырасқаннан кейін күйеуінің қолынан қаза тапқан әйелдің туыстары қылмыскердің жазасыз кетуінен қорқады. Марқұмның анасы қызын бір сұмдықты біліп қойған үшін өлтірді деп болжауда, деп хабарлайды Стан-kz ақпарат агенттігі Астана арнасына сілтеме жасай отырып. 39 жастағы Раушан Фирманова 31 тамыз күні азаматтық неке болған бұрынғы күйеуінің қолынан қаза тапқан. Анасының айтуынша, қызы күйеу баласының бір құпиясын біліп қойса керек. Қатты шошынып қалған, соның салдарынан тіпті туыстарымен еркін араласа алмайтын жағдайға жеткен екен. Шілде айында төркініне келген кезде ғана отбасынан "мені құтқарыңыздар" деп көмек сұраған. Оқиға орнында күдіктінің інісі де болған. Ол жағдайды полицияға хабарлапты. Марқұмның туыстары бұл қылмысқа оның да қатысуы мүмкін деп топшылауда. Сот медициналық экспертиза 2 минутта жан тапсырған деп қорытынды шығарды.